Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тауық етін кәуаптан дәмді қылып дайындауды көрсетемін. Ол үшін бізге алдымен тауықтың кеуде еті қажет. Кеуде етін пайдаланардан 1 сағат алдын мұздатқышқа салып мұздатып қоямыз. Сол кезде 1 сантиметрлік жапырақша кесіп алуымызға оңай болады. Жапырақшаларымызды керегінше кесіп алғаннан кейін арнайы балташамен немесе 2 шанышқының көмегімен ұрғылап аламыз етімізді. Енді ұрғыланған еттерімізді алып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кептірілген сарымсақ, тауыққа арналған дәмдеуіш салып маринадтаймыз. Орта отта қойылған құрғақ табаға пергамент қағазын табамыздың мөлшеріне сай кесіп алып, бір бетін толықтай сары маймен майлап, немесе сұйық маймен етті салып, көрсетілгендей екінші бетін жауып қоямыз. Қақпағын жауып 5 минут отта пісіреміз. 5 минуттан кейін алып, қағазды осылай аударамыз. Оны 3-4 минут пісіріп аламыз. Осылайша біздің тауық кеудесінің еті 10 минутта жұмсақ, сулы және нәзік болып, өте дәмді болып пісіп шығады. Бұл еттермен бірге гарнир қосып, күнделікті тағам ретінде немесе қонақ күтер дастарханға етпен бірге ассорти ретінде қойсаңыздар болады. Өте дәмді және дастарханыңыздың көркін ашатын тағам. Сау болыңыздар, каналымды қолдағандарыңыз үшін рахмет.